DC Comics'тың жыл сайын өтетін фандом іс-шаралары көптен күткен фильмдер мен бейне ойындарды жариялады. DC ғаламының кеңеюі қарқынды жүруде. Warner Bros. Студиясы қазірдің өзінде таспаларды жалғастырып, жеке жобалармен жұмыс істеуде. Атап айтқанда, Flash, Қара Адам, Shazam 2 фильмдердің алғашқы жарнамалық роликтерін жанкүйерлер назарына ұсынды. Суицид жасағы әділет лигасын өлтіру. Тақырыптың басты кейіпкерлері Харли Куин, Акула патшасы, Капитан Бумеранг пен Дэдшот болады. Олардан басқа трейлерде сіз Супермен, Флэш, Жасыл жарық, Пингвин, Аманда Уоллерді көре аласыз. Ойынның оқиғалары Бэтмен Архем әлемінде болады. Жасақ Брейниактың бақылауындағы супер қаһармандарды жою үшін Метрополиске келеді. Аманда Уоллер өлім жасағы мен оның миссияларына жауап беретін мемлекеттік агент. Қылмыскерлерге үкіметке жұмыс істеуден басқа амалы жоқ. Қазірдің өзінде жасақ Метрополистегі ұрыс алаңында. Сайып келгенде топтың мақсаты әділет лигасын өлтіру қажет. Қысқа кадрда ғажайып Суперменге қарсы күреседі. Диана бақылаудан шыққан жалғыз адам, тіпті жасақпен одақтас болуы мүмкін. Жанкүйерлер бәрінен бұрын бір нәрсені қалайды. Ойыншылар әлі де жеке құрам мүшелерін қалай ойнауға болатын геймплейді көргісі келеді. Сонымен қатар, Метрополис әлемі қаншалықты үлкен болатын білмейміз. Ойын стилі фильмге жақын, әзіл мен қатыгез әрекеттер өте ұқсас келеді. Ойында ультра зорлық зомбылық тенденциялар бар. Сонымен бірге жеке ойнағанда кейіпкерді ауыстыра аламыз, немесе үш досты қасына жинап, ойынды бірлесіп ойнауға болады. Біз білетін маңызды деталь, Капитан Бумерангтың супер жылдамдығы бар секілді. Бұл қабілет Флэшке қарсы тұруға көмектеседі. Биылғы DC фандом кезінде көптеген тосынсыйлар мен виртуалды бейне ойын, Готэм сериялері ресми сюжеттік трейлерін шығарды. Бейне ойынның алғашқы трейлері өткен жылғы фандом кезінде көрсетілді. Бэтгерл, Найтвинг, Робин және Қызыл Қалпақ қаланы бақылауға алады. Жанкүйерлердің болжамдары расталды. Брюс Уэйн ресми түрде қаза болды. Газет бетінде жазылғандай, күйреген үйінде қайтыс болған. Франшизаның басты кейіпкері Готэмнің үстіндегі көлеңкесі Бэтмен болып саналады. Бэтмен ешкімге ұқсамайтын әділетті күш. Ол ешкімге сенбейді. Батырлар мансап үшін келіп кетуі мүмкін, бірақ Бэтмен өзінің шексіз миссияларын орындау үшін өмірде мәңгі қалуға дайын. Өкінішке орай бейне ойында Брюс Уэйн қайтыс болған. Бэтмен бұрынғы қамқоршыларына Готэм олардың қолында екенін айтып, мұрасын жалғастыруды сұрайтын хабарлама қалдырады. Алайда жанкүйерлер Брюстің шынымен өлгеніне күмәнданады, өйткені ол Бэтмен. Ең қызықты теория, үкілер соты Брюс Уэйннің жеке басын анықтағаннан кейін, оның өлімін ұйымдастырып, жеке тырнағын жасау үшін Брюсті пайдалану мүмкін. Әкесі асырап алған бұрынғы тәлімгермен күресу таптырмайтын қарсылас болар еді. Готэм Ситидегі еңселі алаңның динамикалық нұсқада орнатылған ашық әлеммен экшн сәттерге куә боламыз. Аквамен жоғалған патшалық туралы бейнебаян шығарылды. Джейсон Момоа 2017 жылғы әділет лигасындағы супер қаһармандар командасына қосылмас бұрын 2018 жылы жеке фильміне қол жеткізді. Фильм бүкіл әлемдегі кассадан $1 миллиард астам табыс тапты. Бейнеде Акваменнің қара костюмін көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар Қара Мантаның канондық костюмін, Ормның келбетін көрсетті. Концептуалды бейнелерде кішкене аралдан құм төбегіне дейін әртүрлі жерлерге аяқ басады. Қара Манта Артурдан әкесін өлтіргені үшін кек алуды жалғастырады. Бірінші фильмде шағын рөлді ойнаған теңіз биологы, дәрігер Стивен Шин рөлінде Рэндалл Парк оралады. Патрик Уилсон маманы қуып келе жатқан кейбір кадрларға сүйеніп отырып, Ормда зұлым болып қала беретін сияқты. Аквамен жоғалған патшалықтың толық тарихы қандай болатыны белгісіз. Дегенмен Ванның киноғаламмен байланыстыратын көптеген элементтері бар. Жақында фильм продюсері Джеймс Ван, тренд жобасы шын мәнінде Яхия Абдул Матин 2 сомдаған Қара Мантаға арналған фильм болып шықты. Бейнеде көрсетілгенде Қара Мантаның костюмі кемесі мен технологиялық жағынан жетілген гаджеттерін көрсетті. Акваменнің келесі саяхаты жоғалған патшалыққа тоқталады. Аквамен Атлантида патшасы ретінде өзінің жауапкершілігімен күресуге мәжбүр болады. Сахна артында Акваменнің туған ағасы Орм ортақ жауға қарсы біргеді. Концепциялық өнердің бір бөлігі қолында қысқа тридент пен балта ұстаған Атлантида сарбазының артында алып тіршілік иесі бейнеленген. Бұл жаратылыс сарбаздардың жағында ма жоқ па белгісіз. Дегенмен Атлантиданың аты айналған әскерлері жоғалған патшалық фильмінде көрсетіледі. Фильм Атлантиданың таңдаулы сарбаздардың жаттығулары мен өмір сүру салтын көбірек көреміз. Атлантида қаласы мұхитқа батқан кезде 7 түрлі мәдениетке бөлінді. 4 патшалық аман қалса, қалған 3 патшалық жойылып кеткен. Аквамен жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен титулды патшалыққа көңіл бөледі. Shazam 2019 жылы жарыққа шыққан шытырман оқиғасы мен жеңіл үннің арқасында бірден танымал бола бастады.
Фильмде сиқыршының таяғымен кездескеннен кейін DC комиксінің титулды ересек супер қаһарманның айналу мүмкіндігіне ие болған Билли Бэтсонның саяхатын баяндайды. Шазамның бірінші фильмі шыққан соң, көп ұзамай келесі бөлімді әзірлеуге кірісті. Эшер Энджел Билли Бэтсонды, ал Закари Левай өзінің супер қаһарманы Шазам ретінде оралады. Режиссері бұрынғыдай Дэвид Сандберг басқарады. Сонымен қатар Биллидің патронаттық отбасының мүшелері оралады. Бастапқы актерлік құрам, оның ішінде балалар Энджел, Джек Дилан Грейзер, Фейт Херман, Ян Чен, Грейс Фолтон және Йован Арманд. Сондай-ақ олардың альтер-эголары Левай, Адам Броуди, Меган Гуд қайтып келеді. Ересек супер қаһармандардың костюмдері айтарлықтай жаңарған. Сонымен қатар Хелен Миррен мен Люси Лью ойнаған Атланттың қыздары әпке қарындас Хеспер мен Калипсо антагонист болады. Бұдан басқа концепциялық өнерде айдаһар сияқты мифологиялық жаратылыстарға арналған CGI модельдермен көптеген қимылдар жасалған. Фильмде жасөспірім Билли қылмыскерлермен 2 жыл күрескеннен кейін Шазам отбасының көшбасшысы болады. Бастапқы фильмнен бірнеше жыл өткен соң жасөспірімдердің қалай өскенін түсіндіру қиын болады. Сандберг фильммен жұмыс істеуге асықты. Өйткені көп уақыт өтіп кетсе, жас актерлар өз рөлдерін нанымда ойнай алмай қалады деп қорықты. Сондықтан 2 жыл күтуге тура келеді. Уақыттың секірісімен Шазам отбасының керемет күштер туралы кейбір логикалық сұрақтар туындайды. Өйткені Биллидің 18-ге толуына 1 жыл қалды. Ересек өмірге қадам басатын жас актер Закари Левайдың орнына Шазамда ойнаса таң қалмаймыз. Жасыратыны жоқ, Флэш бірнеше режиссерлік ауысулармен ұзақ уақыт бойы өндірісте болды. Фильм 2021 жылы түсіріле бастағанмен, жұмыстар әлі аяқталған жоқ. Сюжеттің нақты мәліметтері әлі де аз. Кирси Клемонс, Айрис Уэсттің, ал Саша Каллен Супергерл рөлін сомдайды. Барри Алленге Бэтменнің 2 нұсқасы қосылады. Біріншісі Бен Аффлек, екіншісі Майкл Кейтон. Әрине, олардың қатысуына байланысты көптеген теория бар. 2016 жылы Бен Аффлек Бэтмен Суперменге қарсы фильмінде дюбет жасағаннан бері басынан дау арылмады. Зак Снайдердің Әділет лигасына кейін Бэтменнің саяхатын жоғарғы бағамен аяқтау керек еді. Бэтмен комикстерде бірнеше рет қайтыс болды. Зак Снайдердің бастапқы жоспарында батырдың өлімі болған. Лоис Лейнді Дарксайдтан құтқару үшін өзін құрбан етті. Себебі Супермен өмірге қарсы теңдеуге бағынбау керек. DC кино ғаламы Зак Снайдердің көзқарасынан алыстаған кезде Бэтменнің тағдыры өзгеріссіз қалады. Енді тизерге тоқталайық. Еденде жатқан Бэтменнің бетпердесіне көз жүгіртейік. Анықтап қарасақ, жақын жерде қан тамшылары бар. Бетперде мойынның төменгі жағында қыңыр пішінмен фонды костюмнің кеудесіндегі жарқанат белгісіне қарағанда, бұл Майкл Кейтонның Бэтмені болу керек. Бен Аффлектің өлімі Флэшті көпқырлы әлемге саяхаттауға ынталандырудың тамаша тәсілі болар еді. Flashpoint сюжетінде бүкіл әлемге қауіп төндіріп, Барридің шындықтары арасында саяхаттауға деген ынтасы Брюс Уэйн трагедиясынан туындаған еді. Жоба, драма, комедия және эпикалық экшн фильм ретінде сипатталады. Режиссер Эзра Миллерді керемет қойылым үшін мақтады. Актердің өзі жасыл жарықпен үлкен экранда танысқысы келеді. Өйткені комикстарда Флэш пен жасыл жарық жақын достар болған. Қара Адам фильміне алғашқы көзқарас DC фандом шарасы кезінде ашылды. 5000 жылдан кейін түрмеден қашып құтылған, мысырлық құдайлардың құдіретті күшіне ие болған анти-қаһарманның рөлі Голливудтағы ең көп сұранысқа ие актерлардың бірі Дуэйн Джонсонға түсті. Дуэйн Рок Джонсон Шазамның басты жауы ретінде осы спин-оффқа ерте көз жүгіртті. Басты тұлға Қара Адам 5000 жыл бұрын контакта түрмеде болған. Ной Сентеньо Америка әділет қоғамының мүшесі Атом Смешерді ойнады. Молекулалық құрылымын басқару арқылы өзінің өлшем күшін басқарады. Алдис Ходж Хокменді ойнады. Археолог, сонымен қатар Мысыр князының реинкарнациясы болып табылады. Және металл қанаттарымен ұшалады. Квинтесса Свиндель әділет қоғамының мүшесі желді басқаруға қабілетті циклонды ойнады. Ақырында Пирс Броснан, Кэт Нелсон немесе дәрігер тағдырдың рөлін сомдайды. Актер фильм үшін қозғалысты түсіретін костюм киген. Дуэйн Джонсон бастапқыда Шазам фильмінде Қара Адам рөлін ойнауды жоспарлаған еді. Бірақ әзірлеу процесінің басында екі кейіпкер алдымен өз фильмдерін алсын деп келісті. Фильмді Джонсонмен бірге Диснейдің Джунгли Круиз блокбастеріне жұмыс жасаған Жоу Макколет Сера басқарады. Тизерде қара шапанмен жабылған Джонсонның костюмін қоса алғанда фильмде көп нәрсе ашылмаған. Бейненің екінші бөлігі Қара Адамның ашылуынан үзінді. Онда Адриана Томас Джонсонды оятып жатқан кезін көреміз. Қара Адамның кадрлары кем дегенде 4 күшін көрсетті. Сарбаздардың бірін найзағаймен қытырлақ күйде қуырып, тіпті денесіне атылған оқтарды жылдамдықпен ұстап алғаны, қалған екеуі ұшу және оқ өткізбеу қабілеттерін ашады.
Рок Скала Джонсон қара адамды DC ғаламына енгізіп, Шазам мен Суперменге билікте бәсекелес болатыны анық. Журналист Фико Кангиано қара адам тизеріне түсініктеме беріп, бұл қатал жігітті тек Супермен тоқтата алатынын айтты. Джонсон бұған жауап қайтарды. Естеріңізде болсын, Суперменнің ең үлкен әлсіздігі криптонит емес, сиқыр. Ал сиқыр қара адамның ең үлкен күші. Екеуі жарық жылдамдығымен ұшады, екеуі де тоқтаусыз күшке ие. Егер соғыс болса, біреу ғана тірі қалады. Оның кім екенін сіз де білесіз. Сонымен қатар, сиқырдың арқасында қара адам болат адамның күштірек екенін атап өтті. Джон Сина осы жаздағы суицидтік жасағының жұлдызы болды. Сондықтан фильм мен шоу арасында көпір болған сахналық көрініс абсолютті қуаныш болды. Біз кездестіретін бірінші кейіпкерлер суицидтік жасақтың соңында бітімгерді өлімнен сақтап қалған команда: Клемсон Мьор, Эмили Харкурт және Джон Эконос. Телехикая сол жерден жалғасады. Содан кейін оны Task Force X тобының бақылау мүшелері тағы да миссияларды орындау үшін жұмысқа алады. Телешоуда кейбір таныс адамдар болғанымен, Виола Дэвис сомдаған Аманда Уоллер қайта оралмайды. Еске салайық, алдыңғы фильмде бітімгер өз командасына Аманда Уоллер тағайындаған құпия миссия бар екенін біліп, Староның жер бетінде ақш үкіметінің қатысуына ықпал еткен Ютунхейм айғақтарын сақтағысы келгенде команданы сатып, опасыздық жасады. Бітімгердің патриот болған ескерсек, биліктің бұйрықтарын соқыр орындай отырып, Америка құрама штаттарына деген сенімін әлде қайда жоғары қоюға әзір. Фредди Строма Синамен бірге DC кейіпкері Вигаланти рөлін сомдады. Строма күндіз заңмен бірге қылмыспен күресетін аудандық прокурор Эдриан Чейзді ойнайды. Ал түнде сарапшы атқыш Вигаланти ретінде заңды өз қолына алады. Чейз көбінесе бітімгермен серіктес болған және оның шоуға қосылуы қызықты бәсекелестік оқиғаларға толы болады. Чейзді кинодан бірінші рет көріп отырған жоқпыз. Бұдан бұрын кино дебютін Жебе сериалында бастаған. Алайда Жебеден көрген Вигалантидің айырмашылығы, оның костюмі өте керемет жасалған. Кадрлардың бірі орманда ату шеберлігін шыңдап жатқан көңілді жаттығуда Вигалантимен бірге Синаны көреміз. Роберт Патрик бітімгердің әкесі Огей Смитті сомдайды. Аманда Уоллер Бладспортқа берген сипаттамада бітімгерге сарбаз болуды әкесі үйреткенін айтады. Әкесі Огей қалада дөрекі, пікіршіл және нәсілшіл екендігімен танымал. Осыған байланысты ұлымен шиеленісті қарым-қатынасы бар. Естеріңізде болса, Роберт Патрик Терминатор 2 фильміндегі Т-1000 рөлімен танымал. Біз Вигаланти мен бітімгердің бір жігітпен тұрақты түрде қақтығыста көреміз. Жасыл костюм киген спортшы, дзюдо мастер. Қол күрес шеберін актер Нхут Ли сомдайды. Дзюдо мастердің алып күштері жоқ. Атайтып тұрғандай дзюдодан жекпе-жек өнердің шебері. Кейбір кадрда бітімгерді қабырғаға лақтырып жіберетін металл шашты әйелді көзіміз шалады. Бізде оның кім екенін білуге жеткілікті уақыт жоқ. Нақты жауап берсек, ол Максима болуы мүмкін. Комикстерді үнемі Суперменді өзінің патша жұбайы болу үшін жерге келген. Шоу Джон Синаның Капитан Американың сұмдық нұсқасы ретінде сипатталған. Фильм соңында бітімгер қайтыс болу керек еді, бірақ фильмнің соңында комаға түскеніне қарамастан әлі де тірі. Бітімгер жарақаттарынан айығып, Аманда Уоллердің Аргус серіктестерімен маңызды миссияға қайта кірісетін көрінеді. Анди қаһарман шоу тегін зерттеп, қандай болса да бейбітшілікке жетуге ұмтылады. Бітімгер жазықсыз адамдарды өлтірмес бұрын 2 рет ойланбайды. Өйткені бұл оның бейбітшілік идеясына кепілдік береді. Джеймс Ганн бұл оқиғаны біраз уақыттан бері алға тартып келеді. Және оны ескере отырып, алда болатын шоу туралы сапалы ақпарат күтеміз.